Қайырлы күн достар, сіздермен Мерей, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге күнделікті тағамнан ерекше болып жасалынатын самса кесенің рецептін ұсынамын. Яғни арасында сорпа да болады. Сондықтан сіздер видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап жасап көріңіздер. Алдымен електен өткізілген ұнға тұз саламыз, оның үстінен ерітілген сары май, оның үстінен су құямыз. Жақсылап қолымызбен қамыр илеп аламыз. Иленген қамырымыз міне осындай видеодағыдай болып шығады. Қамырымыздың июі қануы үшін бетін жауып 20 минутқа қойып қоямыз. Қамырдың арасына қосатын укроп немесе петрушканы майдалап тураймыз. Қамырымызды алып, дөңгелек етіп жайып аламыз. Қамырымыз біздің жақсы иленгендіктен өте оңай әрі өте әдемі болып жайылады. Қамырды жайған кезде жұқа етіп жаямыз. Міне дөңгелек қамырымызды жайып алғаннан кейін арасына ерітілген сары май жағамыз. Май жағып алғаннан кейін турап қойған петрушканы сеуіп шығамыз. Сеуіп болғаннан кейін қамырымызды рулет тәріздес етіп орап шығамыз. Міне қараңыздар, қамырымыз біздің осылай әдемі болып жайылатын болады. Орап алғаннан кейін міне видеодағыдай бір-біріне біріктіріп, целлофан пакетке салып, морозильникке 20 минутқа қоямыз. Кесеге салатын салмамызды дайындаймыз. Етімізді жақсылап, майдалап турап аламыз. Мен қойдың етін қолдандым, қалауларыңызша кез келген етті қолдансаңыздар болады. Турап алған етімізді араластыруға ыңғайлы ыдысқа саламыз. Бір пиязды алып, майдалап тураймыз. Міне видеодағыдай турап алыңыздар. Турап алған пиязды да жаңағы еттің үстіне саламыз. Ары қарай бір қызанақ қажет болады бізге. Қызанағымызды да майдалап тураймыз. Қызанақты да салып, ары қарай сарымсақ қосамыз. Сарымсақ міндетті емес, қалауларыңызша қосасыздар. Ары қарай болгар бұрышын тураймыз. Бір данасын қолдандым мен. Қызыл түрінен қолдандым. Қалауларыңызша басқа да түсінен қолдансаңыздар болады. Майдалап турап алып, ыдысқа саламыз. 1,5 шай қасық тұз, орегано және бұрыш саламыз. Барлығын дәміне қарай салып алып, сұйық май құйып, қолымызбен жақсылап араластырып дайындап қоямыз. Қамырымызды морозильниктен алып, міне осылай видеодағыдай ашып, теңдей етіп 5 бөлікке бөліп аламыз. Бөліп алған қамырымызды міне қолымызбен осылай жасасаңыздар, өте оңай дөңгеленіп жасалынады. Видеода көріп тұрғандай жасаңыздар. Барлық қамырымызды дөңгелек етіп жаямыз. Міне сіздерге көрсетіп өтейін. Оқтаудың көмегімен кесеміздің формасына қарай дөңгелетіп жайып аламыз. Міне достар, қамырымыз осылай қатпарлы болып жайылады. 5 қамырымызды жайып алып, бір шетке қойып қоямыз. Кеседе жасалатын самсамызға мен осындай шай пиаланы қолдандым. Қалауларыңызша басқа да түрін қолданып жасасаңыздар болады. Бір кесені алып, салмасын салып аламыз. Ары қарай барлығына теңдей етіп салмасын салып, табаға қойып, әрқайсының үстінен сары май салып шығамыз. Міне достар, барлық кесеге салмамызды салып алдық. Дайын болғаннан кейін кесеміздің үстіне жаңағы жайып қойған 5 қамырымызды алып, әрқайсына осылай видеодағыдай барлық кесенің бетін жауып, жан жағын жақсылап басып қоямыз. Ары қарай бетіне жұмыртқаның сарысы мен сүтті араластырып жағып, сәндік ретінде күнжіт сеуіп, қызып тұрған пеште 30-35 минут пісіріп аламыз. Міне достар, біздің кеседе жасалған самсамыз дайын болды. Пісіп болғаннан кейін кішкене суытып алып, пышақтың көмегімен бетіндегі қамырын осылай кесіп аламыз. Қамырымыз, арасындағы етіміз барлығы толықтай пісіп шығады. Қамырымызды кесіп көрсетейін сіздерге. Қатпарлы, өте дәмді болған. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер.
Осы кесеміздің бетіндегі қамыр мен ішіндегі сорпаны ішетін болсаңыздар, өте дәмді болады. Міндетті түрде ерекше тағам жасап, жақындарыңызды қуантыңыздар. Осылай әсемдік ретінде петрушка сеуіп, сорпамызды ұсына береміз. Барлығыңызға көргеніңізге рахмет. Астарыңыз дәмді болсын. Хош, сау болыңыздар.